Баршамызға сәлем достар, әдеттегідей сіздермен бірге Тұшыру каналы. Бүгінгі тақырыбымыз әртүрлі тақырыпта болмақ. Байлық. Түсіңізде байлық ие болсаңыз, мансабыңызды үлкен сатыларға көтерілесіз. Басқа адамның бай болғанын көрсеңіз, қиын жағдайларда қол ұшын созатын достарыңыз көп деген сөз. Жылап жатқан балалар денсаулықтың нашарлайтындығын білдіреді. Көңіл күйі жақсы бала адал достар мен үлкен махаббатқа болжайды. Ауырып тұрған баланы қолға алу қайғы қасіреттің белгісі. Балық. Таза суда жүзіп жүрген балықты көрсеңіз, тағдырыңыз сыйын күтіңіз. Өлі балық қайғы мен бақытсыздықтың жорамалдайды. Балықты аулап алсаңыз, сізді ауыр сынақтар күтіп тұр. Бірақ табандылық арқасында бұл қиындықты жеңесіз. Дос. Түсіңізде достарыңыз бақытты болып көрінсе, сізге жағымды жаңалық келеді. Досыңыздың түрі ренжіген болса, ол ауру мен қиналуды білдіреді. Дұшпан жау. Дұшпанды кездестіру жақын уақытта өз мүдделеріңізді қорғауға тура келеді деген сөз. Егер түс көру кезінде жауды жеңсеңіз, онда шынайы өмірде де келе жатқан қиындықтарды жеңуге күшіңіз жеткілікті. Жаңбыр. Жаңбыр бұл өмірде жаңа кезеңнің басталуын жорамалдайды. Қызықты ұсыныстар мен жаңа танысулардан қорықпаңыз. Олар сіз болашақта тағдырыңызға үлкен әсер етуі мүмкін. Лас жаңбыр кенеттен келген табысты немесе қызметте жаңа лауазымға көтерілудің білдіруі мүмкін. Жоғалтып алу. Зергерлік бұйымдар немесе алтынды жоғалтсаңыз, онда сізді қаржылық шығындар тосып тұр, және бұны өзіңізге кінәлі боласыз. Егер түсіңізде жақын адамның айырылсаңыз, онда отбасыңызда жанжалдар басталады. Жұмақ. Өзіңізді жұмақта көрсеңіз, қиын кезде қасыңызда табылатын адал достардың болуы. Жұмыртқа. Ұядағы жұмыртқалар табыс және отбасылық бақытты болжайды. Жұмыртқаны жарып алсаңыз, жоспарлаған мақсатыңызға жетесіз. Шіріген жұмыртқа болашақ проблемаларды туындайды. Жүкті болу. Түсінде өзіңді жүкті болып көру, кедей немесе орташа табысы бар адам үшін өте жақсы. Бұл түс оның өміріне көп ақша мен жақсылық әкеледі. Ал бай әйел керісінше қайғы қасіретті жорамалдайды. Шынымен жүкті әйел осындай түсті көрсе, оның босануы ақаусыз өтеді. Жылан. Егер әйел жылан шағып алса, ол 200-ді досынан зардап шегеді. Жыланды өлтірсеңіз, сіз өз мақсатыңызға жету үшін барлығына дайынсыз. Жалпы алғанда жылан көру жаман түске жатады. Ол болашақта болатын зұлымдықтар туралы ескертеді. Жылау. Жылаумен байланысты түстер ескерту болып табылады. Олар мұқият көңіл бөлу керек. Түсіңізде қатты жыласаңыз, сіздің кесіріңізден көп ұзамай жанжал пайда болады. Ит. Егер ашулы итті көрсеңіз, қарсыласыңыздың жасырын әрекетін күтіңіз. Мейірімді ит сәттілік пен адал достардың білдіреді. Ит тістеп алса, жұмыста және жанұядағы қарым-қатынасты тыныштық күтпеңіз. Иттердің үргенін естісеңіз, жақында жақсы жаңалықтар келеді. Көбелек. Гүлге қонса, қымбат мүлікті сатып аласыз. Ақ көбелек ауру шалдығудың белгісі. Егер сіз түсте көбелек үйге кіріп кетсе, арманыңыз орындалады. Көгершін. Қыз үшін бұл түс жақын арада тұрмысқа шығады. Көлік. Түсіңізде көлікпен келе жату, бұл сіздің белсенділігіңіз бен сәттілігіңіздің белгісі. Жол апатынан аман қалсаңыз, қарсыласыңызбен соқтығысудан аулақ қылыңыз. Көлік сыртта көру, саяхаттау және қызықты сапарлардың белгісі. Автокөлікті ұрлап кетсе, болашақта дайындалған жоспарлар бұзылады. Кілт. Кілтті жоғалтып алсаңыз, жағымсыз оқиға тап боласыз.